сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы оксидтер. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты оксидтердің жіктелуін және олардың номенклатура бойынша оқылуы, физикалық химиялық қасиеттерін сипаттайтын теңдеулерді жаза білу. Оксидтер дегеніміз құрамындағы екі элементтен тұратын, оның біреуі міндетті түрде оттегі болып келетін күрделі заттар. Оксидтерді жалпы біз жіктейміз тұз түзетін және тұз түзбейтін. Тұз түзетіндерді олардың өзін үш топқа бөліп қарастырамыз: қышқылдық оксид, негіздік оксид және екідайлы. Қышқылдық оксидтер, яғни олар бейметалдар бізде оттегімен қосылып қышқылдық оксидтерді түзеді. Негіздік оксидтер бірінші және екінші А топ элементтерінің периодтық кестедегі сілтілік және сілтілік жер металдар негіздік оксидтерді түзеді. Ал екідайлы оксидтер 2 және 3-4 валенттіліктерді көрсететін тотығы +2, +3, +4 болатын элементтердің оксидтерін екідайлы оксидтер деп біз атаймыз. Тұз түзбейтін оксидтерге тоқталатын болсақ, NO, N2O, CO және силициум О және тағы да басқалары. Қышқылдық оксидтерге SO2, SO3, CO2, N2O5, N2O3, хром O3. Негіздік оксидтерге натрий 2O, кальций О, литий 2O, калий 2O, барий О және тағы да басқалары. Екідайлы оксидтерге алюминий 2O3, цинк О, бериллий О, плюмбум О және тағы да басқалары. Айта кететін жағдай, оксидтер дегеніміз, яғни міндетті түрде біреуі оттек болып келетін күрделі қосылыс. Әрі қарай оксидтердің атаулары. Тұрақты валенттілікті көрсететін элементтердің оксидтердің элемент атына оксид деген сөзді тіркеу арқылы айтамыз. Мысалы, кальций О, кальций оксиді, натрий 2O, натрий оксиді, барий О, барий оксиді. Ал ауыспалы болса, яғни олардың біз валенттіліктерін көрсетіп жазамыз. Силициум О2 күкірттің 4 валентті оксиді, СО2 көміртектің 4 валентті оксиді. Және де латын сөздерін біз қосамыз. Латын сандарын нақтырақ айтатын болсақ, 1 дегеніміз моно, 2 ди, 3 три, 4 тетра, 5 пента деген сияқты солай кете береді. Мысалға келтіретін болсақ, P2O5 фосфордың 5 валентті оксиді. Оқимыз дифосфор, пента оксиді. Де отырғанымыз, яғни фосфордың 2 атомы, оттектің 5 атомы. Сондықтан біз формуланы оқимыз дифосфор, пента оксиді. Әрі қарай оксидтердің жалпы алу әдістері. Заттардың жануы және күрделі заттардың айырылуы. Заттардың жануы жай және күрделі заттарды екіге бөліп қарастырамыз. Жай заттардың жану реакциясы, яғни жану реакциясы білесіздер оттектің қатысында жүреді. Мысалы, реакция теңдеуін жазатын болсақ, С плюс О2 шығады бізде СО2 және жылу бөлінеді. Күрделі заттардың жануы, мысалы, метан газының оттекте жануы CH4 плюс O2 шығады бізде СО2 және су молекуласы. Бұл реакция теңдеуде де жылу бөлінеді. Оксидтердің келесі алу әдісі, яғни күрделі заттардың айырылуы. Күрделі заттардың айырылуы, яғни бұл жерде жоғарғы температурада бір күрделі заттың екі жай затқа айналуы. Мысалы, тұздардың айырылуы. Кальций карбонаты, яғни кальций СО3-ті жоғарғы температурада ыдырататын болсақ, кальций оксиді және көмірқышқыл газы түзіледі. Сіздерде көрініп тұрғандай, мына жерде реакция теңдеуі жазылған. Негіздерде, мысалға алатын болсақ, мыс гидроксиді, көпір муаш кеселенген жоғарғы температурада қыздыратын болсақ, мыс оксиді және су молекуласы түзіледі. Ал қышқылдарды жоғарғы температурада қыздыратын болсақ, H2 силициум О3, яғни қышқыл, кремний қышқылы, жоғарғы температурада ыдыраған кезде су молекуласы және кремнийдің 4 валентті оксиді түзіледі.
Ары қарай енді біз теориялық алған білімімізді практикалық жүзінде жүзеге асырамыз. Сіздерде алдарыңызда сұрақ-жауап 5 тапсырма көрсетілген. Бірінші тапсырмада оксидтер дегеніміз не және олар қалай жіктеледі. Екінші тапсырмада сіздерде алдарыңызға келтірілген формулаларды 3 бағанға бөліп жіктейсіздер. Негіздік оксид, қышқылдық оксид және екі дайлы оксид. Үшінші тапсырмада кейбір оттекті қышқылдар айырылғанда қышқылдық оксидтер және су түзіледі. Сіздерге көрсетілген кремний қышқылы және күкіртті қышқылдың айырылу реакция теңдеуін жазасыздар және міндетті түрде теңестірулеріңіз қажет. Төртінші тапсырмада төменде келтірілген сызба нұсқа бойынша химия реакциялардың теңдеуін құрастырасыздар және міндетті түрде теңестіресіздер. Бесінші тапсырмада реакция теңдеулерін жазып теңестіресіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.